Рахмет әріптестер, қайырлы таң қадірлі көрермен. Алматы студиясында мемлекеттік Қуыршақ театрының артистері Қуаныш Өтебай және Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Гүлжамила Айыпқызы. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Өткен жылы Қуыршақ театрына 80 жыл толды. Сол мерейтойлық маусым несімен есте қалды сіздер үшін? Енді театрымызға 80 жыл толды, әрине. Мерейтой әрқашанда қандай той болсын, ол есте қалатын той. Өйткені театрымыз сол 80 жыл бойы үлкен жетістіктерге жетті. Қаншама гран-прилер алдық, қаншама шетелдерде гастрольдік сапарларда болдық. Театрымызда жастарымыздың өсіп өнген шақтары. Өзімді жас болып келіп, неке Құдайға шүкір, қазір қаншама жыл осы театрда еңбек етіп, ол 80 жылдың жартысын осы театрда менде қызмет жасап келе жатырмын. Сіз үшін несімен есте қалды, Қуаныш? Біз үшін де сол жақсы жетістіктермен есте қалды. Тойдың аты той ғой. Тойымыз тамаша өтті. Биылғы маусымда сіздер ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Астана қаласына гастрольдік сапармен бастағалы отыр екенсіздер. Енді өздеріңіз осы жайлы толығырақ әңгімелей отырыңыздаршы. Енді тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай біздер Астана қаласына сонау Ресейден келіп қойған Юрий Уткиннің алтын адам атты қойылымын астаналық көрермендерге алып бара жатырмыз. Алматы қаласының 1000 жылдық мерейтойы дедік, 25 жылдық тәуелсіздігімізге арналып әдейі қойылған қойылым, соны кішкентай бүлдіршіндерге Астанаға барып көрсетпекпіз. 35-36-дай адам бара жатыр бұл қойылымды көрсетуге, және де Нұрлан Оразалиннің Тарқамайды тойымыз, Қуыршақ думан атты екі атымен жүреді бұл қойылым бізде. Сол қойылымды да бірге алып бара жатыр. Алтын адамда жаңа құйынның рөлін ойнаймын о жерде. Сонымен бара жатырмын. Қойылым өте жақсы. Шақырамыз, келіңіздер, көріңіздер. Балаларға ұнайды деп ойлаймыз. Балаларға ұнайды деп ойлаймыз. Жаңа маусымда балаларды қандай қойылымдар күтіп тұр? Буратино қойылымы бар, жаңадан қосылған. Дюймовочкамыз бар, жаңадан қосылған. Енді міне жаңадан режиссеріміз тағы да бір қойылымды кішкентай бүлдіршіндерге арнап қазір дайындап жатыр. Енді болашақта ол қойылымда кішкентай көрермендерге жол тартады деп ойлаймыз. Гүлжамила апай, 40 жылдан аса уақытыңыз осы театрда өтіп келе жатыр екен. Кішкентай балаларға ерекше бір көңіл күй сыйлау өзіңіз үшін де қуаныш шығар. Әрине, осы мен 40 жылдан астам осы сахна төрінде кішкентай бүлдіршіндерге қуаныш сыйлап жүргеніме мен өте қуаныштымын, өзім сондай қуанамын. Өйткені мына балалардың көңілін табу ол өте қиын. Балалармен бірге ойнап күлуің керек. Бүкіл баланың ішкі жан дүниесіне кіруіміз керек ол үшін. Сонда ғана біз балаларға шын сеніммен, шынайы көңілмен көрсеткен ойынымызды балалар түсініп, бізге өздерінің кішкентай қолдарымен, шапалақпенен шапалақтап жатқанда, бізге одан артық үлкен бақыт болмайды деп ойлаймын. Қуаныш, сіздің шығармашылығыңызға қанша жыл болды? Кімнің шәкірті сіз? Қай жылы театрға келдіңіз? Осы туралы айтып отырыңыз енді. Мен осы театрда 10 жыл көлемінде жұмыс жасап келе жатырмын. Жалпы Темірбек Жүргенов атындағы театр және өнер академиясын 2001 жылы тамамдаған. Одан кейін Ақтаудың Қуыршақ театрында жұмыс істедім. Одан кейін осы театрға келдім. Ұстазым Серік Мақұлбеков деген кісі. Қуыршақтарыңыз да біздің студияға қонаққа келіп отыр ғой. Кішкентай көрермендеріміз күтіп отырған шығар. Өнерлерін тамашалайық қуыршақтардың. Мынау қуыршағымыз сол Сәкен Жүнісовтың Ата мекен атты қойылымындағы ана, өзінің балаларын тәрбиелеп өсірген, сол ананың рөлін біздер сахнаға, балаларға өте бір шынайы көңілменен көрсетеміз әрқашанда. Міне сол ананың кішкене ғана балаға деген бесік жырын қазір мен сіздерге айтып берейін. Болашақта 7 тау бар, сендер асып баратын, 7 өзен бар тау ішінде бұраң қағып ағатын. 7 өзеннің құяр жері 7 су, ата мекен тұрақ жерің 7 су.
есейгенде сол тұраққа барғайсыңдар бөбектер, сонда жетіп жетұрпақты жалғайсыңдар бөбектер. Есейгенше осы жырды ұға бер, әзір ұйықтап көздеріңді жұма бер, жұма бер, жұма бер. Тамаша. Қуаныш, атамыз не айтады? Уа қасиетті қадір түн, бүгінгі тілек, Құдайы тілек, отырмыз соны өзіңнен тілеп. Ақ қақпаңды айғара ашып, ақ тілегімді қабыл ала көр. Екі бала есейе келе қосылып, өмір бойы қол ұстасып бір көтсін. Бәле жала бұлардан аулаққа кетсін. Аумин. Гүлжамил апай, Қуаныш, өнерлеріңізге көп рахмет. Гастрольдік сапарларыңыз сәтті болсын. Рахмет. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, сіздер мемлекеттік қуыршақ театрының актерлері Қуаныш Өтебай мен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Гүлжамила Айыпқызының әңгімесін тыңдадыңыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Таңшолпан Астана студиясында жалғасады.